Кішкентай Жанар есік алдына шығып, жүзін күн сәулесінен қалқалай, көзіне ебедейсіз түскен кекілін әрлі-берлі алақанымен қозғай бастады. Жер қарайғалы сыртқа шыққаны осы, көктемнің алғашқы күндері. Айнала еріп, сыбылыңқы реңсіз күйде. Үлкен адамның өзі байыппен жүрмесе, батпаққа батып кетуі әбден мүмкін. Биылғы қыстың ашуы қатты болып, малдың жайы да мәз емес. Жайылымға шықпағандықтан жиған тергеннің бәріне ауыз салып түбін көрсеткен. Ауыл жұрты біраз әуре сарсаңға түсіп, жемшөп іздеп сансырап кеткені бар. Нәсібін қорадағы малынан айырып отырған тұрғындарға бұл жақсылық емес еді. Қыстың беті қайтып, көптен күткен көктемнің өзі келіп, жұрттың жүзіне қуаныш үйіріле бастаған. Жер бусанып, көк шыққалы елдің қарасы көбейіп, бір-бірімен қауышып, еркін шүйіркелесіп жүр. Бәрінің әңгімесі шаруашылықтың маңайы еді. Әрқайсысы өзінше жасаған амалдарын айтысып, қиындығымен қатар қызықшылығын да бөлісіп жатыр. Құстардың шиқылы, көктің жұпар иісімен бітіскенде тіпті бойыңды ерекше қуанышқа бөлейді. Жанар әжесінен бір елі қалмайды. Жатса тұрса аңдитыны осы кәрі шешей, ауылдың бар қуанышына еріп барады. Жылы жұмсаққа тойып, қалғанын өзінен кейінгі бауырларына ала келеді. Тумысынан алғыр, әрі өжет өсуде. Тейттей болса да қиялшыл қыз. Күн ұясына кіргенше, әжесін сұрақтың астына алып әбден шаршатады. Ерте тұрған Жанар, түнеу күні нағашысы әперген көйлегін киіп, айнаның алдында ұзақ тұрды. Майысып, етегінен ұстап, айнала бергенде бас айналып, жерге сұлқ құлады. Анадайда отырған әжесі: «О, құрғырай, сүйегімді қаусатып, мені тұрғызғанша жататын несі? Еркеліктің де орны болмаушы ме еді?» деп бетіне төне бергенде, немересінің аузынан ақ көбік ағып жатқанын байқады. Есі шыққаннан бөлмені сандалып жүре берді. Тілі күрмеліп, аузына сөз түспей немересін әрең көтеріп төсекке жатқызды. Таяғына сүйеніп, сыртта ошақ басында жүрген келінін шақырып, дереу ауыл дәрігеріне жіберді. Қыздың есін жимай жатқанын көріп, қалаға жедел жәрдеммен апарып, жан сақтау бөлімінен бірақ шықты. Бәрі аң-таң. Көз алдарында ойнап жүрген кішкене қыздың кенет мұндайға тап болуы әсте есеңгіретіп қойды. Осылай ес-түссіз аптаға жуық жатып, әрең дегенде ес жиды. Нақты неден қалай болғанын ешкім түсіндіре алмады. Дәрігерлер де мардымды жауап қатпай, тек қадағада ұстауларын ескертті. Ауруханада тағы да біраз жатып үйге шықты. Барлығы үрпиіп қалғандықтан көздерін Жанардан ала алмайды. Кезекпен кезек қарайды, қорқады. Әжесіне қатты батқандықтан күн өткен сайын жағдайын нашарлай берді. Кәрлік жеңді, күнім азайды деп келген кеткенмен қоштаса бастады. Жанарымды аман қыл, үбірлі шүбірлет, бар қиындығын маған бер, көрме ала кетейін деп жүріп әжей о дүниелік болды. Жанар әжесі қайтқан соң өмірдің жалған екенін ұғына бастады. Бала болып ойнауды доғарған, қатарына қосылмайды. Үй шаруасын жасап сабағына отырады. Дегенмен талмауыры одан кейін қайталаған емес. Үй іші де артыққа бармай барынша қас-қабағын бағумен болды. Іштей ерте есейген Жанар мектеп бітіре сала жұмыс жасады. Атанасы қанша айтса да оқуды кейінге ысырды. Дәмханаларда еден жуды, ыдыс жуды, ілінген не жұмыс болса бәрін жасауға әзір тұрды. Әр тапқан табысын жинаумен болды. Санасындағы өмір тым қатал. Кез келген сәтте өліп кетем, бәрі жалған деген ойы санасында сайрап тұрды. Ешкіммен ашылып сөйлеспейді. Досы да, қасы да жоқ. Уақыт зымырап өте берді. Жанар жиған тергеніне шағын асқаны ашты. Жалдамалы жұмысшы болып, әбден қыр-сырын меңгергендіктен істі алып кетуде еш қиналмады. Басы қасында тікелей өзі жүрді. Тірі жанға сенім артпады. Мақсаты тоқ өмір сүру болса да, жаны жүдеу еді. Айналаға бір сәт мән беріп көз салмаған Жанар қоғамнан тым алыс екенін түсінді. Қай кезде де өзімен өзі сырласып, өзіне ғана сыр айтады.
Анасы да тұрмыс құру керегін жиі айтып жүр. Іштей қашпайды, тек оның қалай жүзеге асатынын білмейді. Өмірді тек өзімен ғана елестететіндіктен маңынан өзге жанды көру тым қиын. Асқанадан түскен ай сайынғы пайданың бір бөлігіне балалар үйіне базарлық апаруды әдет қыла бастады. Олардың қуанған түрлерінен ерекше ләззат алатынын түсінді. Кезекті жолы түсіп, балалар үйіне ене бергенде, бұрын көрмеген Бекзат есімді сүп-сүйкімді 2-3 жасар балапанды байқады. Көздері жәудіреп, әр келушіге атанасы екен деген үмітпен ұзағынан қарайды. Анасы қайтқан, әкесінің басқа отбасы бар. Ешкіммен қосылмайды, томаға тұйық сары бала. Жанардың кеудесі ерекше жылып, айналшықтап қасынан кетпеді. Қорғансыз, әлсіз сәбидің мына әлемде жалғыз қалуын қабылдай алмайтындай. Барған сайын баланың азыңқы түрін көріп, ойынан шығара алмады. Анасын сағынып жүргенін айтпаса да түсінікті. Барлық затқа тек мама деп ат қойып алған. Ойлана келе, асыра баламын деп бекінді. Үйдің іші одан да тұрмыс құр. Бала мен сені кім қабылдайтынына көнбей, Бекзатты қолына алды. Балада Жанарды көріп жүріп, үйренісіп қалған. Алып кетерінде де жатырқай қоймады. Ілесті де жүре берді. Жақында алған 2 бөлмелі үйінің сәні енді кіргендей. Сұрлы өмірі түрлі түске бояла бастады. Асқананың қасынан қосымша жаздық орын ашып, үлкейтіп алды. Жұмысы мен өмірі бірізге түскендей көңілі жайлана бастады. Ендігі өмірін Бекзатқа арнаймын деп шешті. Туған туыс бастапқыда қолдамаса да, Бекзатты көре қабылдай бастады. Қыздарының шынайы күлкісі мен көңілді жүрісіне себепкер болған кішкене баланы отбасы жек көре алмады. Бекзат биыл мектепке барды. Өзге балалармен салыстырғанда салмақты, әрі білімге құштар өсті. Әр жетістігін естіген Жанар үшін бұдан асқан мәртебе жоқ еді. Дегенмен, соңғы кезде көзді қарауытып, денсаулығы сыр бере бастаған байқауда. Елемеуге тырысқанымен, оң көкірегі шаншығанда арқасынан сұғып, жанын ауыртады. Әні-міне деп, жұмыстан қолы босамай ұмытылып қала береді. Жаздық демалыстарды пайдаланып, ұлы екеуі арнайы шипажайлардың біразында жалпылама емделіп жүрді. Әрі көңілдері көтеріліп, ерекше тынығу деп есептеді. Бекзат ер жеткен сайын анасына тым жақын, шексіз жақсы көреді. Туған анасы еместігін білмейді. Жанар да айтқан емес. Әкесі жайлы да сөз қозғалмайды. Бұл өмірде Бекзат және Жанар ғана бар. Және осыған өздері қуанышты. Жоқты аңсамайды. Барына шүкірмен күндерін кешуде. Жанар асыранды ұлының бар қалауын орындаумен болды. Екеуі жиі сырласады, алда ұлынан көп үміт күтетінін, жақсы адам болып өсуін қалайтынын жиі ескертіп отырады. Күндер зулап өтіп жатты. Бекзат та мектеп бітірген соң анасына қолғабыс жасап, бірден кәсіпке араласып кетті. Жанардың қолы ұзарып, бұрынғыдай жүрмейтін болды. Бар шаруаны ұлы жап-жақсы тындырып жүр. Алайда Жанардың бала күнгі талмасы уянып, отырған жерде көзі қарауытып, талықсып барып есін жияды. Ұмытылып кеткен көкірегі де сұғып ауырғанда жанын қыспаққа алуды шығарған. Бұрындары сүрең ойлайтын Жанар, Бекзат өскелі өмірге көзқарасы өзгеріп, талпынысы артқалы қашан. Бәрі қызық, бәрі тамаша кезеңде ауруды ойлауға тіпті құлқыда жоқ. Ендігі жоспары ұлының басын екеу қылсам, ел жұртты жинап, ерекше той ұйымдастырсам деп қиялдайды. Құрбыларының жас ене боласың-ау деп қалжыңдайтыны да бар. Олай деуге себеп те жоқ емес. Жасы 40-тың ортасына келген жап-жас келіншек еді. Әйтсе де, соңғы кезде жүдеп асып барады. Анасының бойындағы өзгерістерін байқаған Бекзат бой бермей тексерілуге апарды. Ақылы орталық болғандықтан бірден анық-қанық айтылып, төбелерінен жай түскендей болды. Дүние әп-сәтте шайқалып кеткендей күйге енді. Оң жақ төсінде үлкен көлемде ісік бары белгілі болып, ота жасатуға тым кеш екені, талма ауруымен жасанды ұйықтатуға болмайтынын ескертіп, қолдан келер шара жоқтығын жеткізді. Жанар іштен сезгендей сабырлық танытты. Көндіге алмай тістеніп, анасын сілкілей жылаған Бекзаттың ащы даусы елдің назарын өзіне аударды. Сабырға шақырғандарға,
Менің шешем өледі, анамның аз ғана ғұмыры қалды, қайдағы сабыр деп бар үнімен маңайына жуысқандардың сай-сүйегін сырқыратып, жанын тебірендірді. Жанар күннен күнге жүдеп, шаштары уыстап түсе бастады. Көзінің қарашығы да көгеріп, өзгеше реңге ойысып барады. Онысы Бекзатты тіпті алаңдатады. Анасының көңілін аулаймын деп әртүрлі әңгімелер айтып, таза ауаға шығарып жүр. Хабарласпаған дәрігері қалмады. Анализдерін шетелге де жіберді. Барлығы ісіктің үлкендігін, ағзаның әлсіздігін, жасанды ұйықтатудан соң оянбай қалудың қаупін айтысып жатты. Расымен де шарасыздықтың дәмін татып, салы суға кетті. Санаулы күндерінің қалғанын білген Жанар бар күш-жігерін жиып, ұлына асыранды екенін айтты. Әкесінің өзге отбасы барын іздеп табуында өтінді. Жалғыз жүрмей, шаңырақ көтеріп өмірден түңілмеуін қайталап айтумен болды. Бекзат бұл сөздерді естігісі келмесе де, еріксіз уәдесін беруге мәжбүр болды. Бүгін күн әдеттегіден ашық, нұрын шашып тұр. Көктемнің орта тұсы. Құстардың үні ерекше, кейбірі тіпті әндете шиқылдайтындай. Төсектен тұрмағалы, аптадан асқан Жанар көңілді оянды. Таяққа сүйене жүріп, дәретін алды. Басына орамалын сәддеп тағып, ұлына шайын жасады. Бекзат анасының өз аяғымен жүргеніне таң тамаша болып, кеудесін шаттық кернеді. Мұндай көріністі соңғы рет қашан көргенін де ұмытыпты. Жанар баласын мейірлене құшып, таңғы астан соң туған өлкесіне апаруын өтінді. Қуана келіскен Бекзат желдей ұшып дайындалды. Жол бойы анасы кенет жазылып кетердей, бір тылсымның орын аларына сенгісі келіп, іштей көктен шипа тілеумен келеді. Екеу ара отырып сөйлеспегелі де көп болған. Ауылға жеткенше ана мен бала біраз шүйіркелесті. Арагідік өткен кеткенді де еске түсіріп езу тартысты. Жанар түсінде қарт әжесін көргенін, балан кезі шалшық судан аттай беріп құлап түскенін, сол сәтте әжесі көтеріп алып, мерлене құшып жатқанын айтып, көзіне жас алды. Ана жүрегі қандай кең еді балам, мен сені де дәл солай уайымдаймын ғой, деді ұлының иығынан сипай. Ауыл иттері көлікке қарсы жүгіре өріп, шулаған дыбыстан тұрғындар аулаға шығып, мойын бұрысты. Жанар екенін көріп, қонақ келген үйге қарай беттей бастады. Жанар туған үйіне келіп, мал сойып, қаладан келген базарлықтарымен әжесіне құран бағыштады. Бүгін бойында шаршауда, ауырсынуда жоқ. Әр келген ауыл адамдармен етене жақын шүйіркелесіп, жағдай білумен болды. Ел аяғы тарқап, үйдің бар мүшесі ауыл сыртындағы бар қауым ел жатқан төбеге келді. Арасында әжесінің де бейіті бар. Жақындай келе алаштай жайылған көктің үстіне отыра кетті. Беу шіркін туған жерім, балалығымның аспаны, көгалымның исай, топырағыңнан айналдым. Бетімді өпкен самал лебіңнен айналдым. Шіркін, зулаған уақыттар. Несін айтайын деп, іштей толғана, қоюлана өткен кесек бұлттарға ұзақ қарады. Бекзатта сүйеніп, бейттің ішін аралады. Әр төмпешіктің жазуы мен суретін қарап, баласына таныстырып келеді. Кім болғанын, неден қайтқанын айтып, кідіріп бет сипауда. Кезек әжесіне келіп, Бекзатқа құран оқытты. Бұл кезде жақындары да жиналып қалған. Топ болып дұға тілеп, ерлер қауымы кезекпен дауыстап құран оқыды. Жанар әжесімен үнсіз сырласып, топырағын ширатып, көзінен жасы тама берді. Мені өмір сүрсін деп, өлуге асықтың ау әжетайым. Үмітіңді ақтай алмадым ғой. Қанша сағатым қалғанын да білмеймін. Алдыңа қай бетіммен бармақпын деп егіле жылады. Асыранды ұлының қызығын көргісі келгенін, онысы мүмкін болмайтынын да айтып іштей егілді. Бет аузын сүртіп, орнынан тұра бергенде, аяғы шөпке оралып, бас айналып теңселе барып жығылды. Қос құлағы бітеліп, көзінің жанары сөніп барады. Маңайына шуласып жеткен бауырлары мен ұлының жүзі де күңгірттеніп барады. Сәтім жеткен екен ау. Қош дүние, қош алтыным. Қош туған жер дегеннен өзгеге тілі келмеді.
Осылайша қас қағым сәтте шырағы сөнген бір бейне өз мекеніне аттанып барады. Бекзаттың көзіне әжесінің қолынан жетектеген кішкене қыз артына күлімсірей қарап мәңгілік мекеніне аяңдап бара жатқаны елестеді. Бекзат анасының ісіне бар ынтасын салып жандандырды. Отбасын құрып, балалы шағалы болды. Жыл сайын балалар үйіне үлкен көлемде көмек беріп тұрады. Түлеп ұшқан әр жеткіншекпен тығыз байланыс орнатып, өз орнын табуға көмегін аямайды. Анасы мен әжесіне құран бағыштап, елеусіз қалдырған емес. Нағашыларына да жиі жол түсіріп, отбасына апарып тұрады. Жанардың бейнесі Бекзат үшін мәңгілік жүрегінде қалды. Әр істі бастарда анасының рухымен сырласып баяндап отырады. Көзі тірісінде берген әрбір уәдесіне берік болуды ешқашан ұмытқан емес.